Қарағанды өлкесі тарихи мәдени мұраға өте бай өлке. 1538 ескерткіш мемлекет қорғауында, 22 ескерткіш республикалық дәрежесіндегі мемлекет қорғауында, оның үстіне 900 ескерткіш алдын ала тізімге алынған. Сонда 3000-нен аса ескерткіш бар тіркелген Қарағанды облысында. Қазіргі уақытта кейінгі жылдардың өзінде 30-ға 40-қа тарта ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Көптеген ескерткіштерде қазба жұмыстары жүргізілді, 20-ға тарта кітаптар шығарылды кейінгі жылдардың өзінде ғана. Оның бәрі біздің рухани қазынамыз, рухани жаңғырудың базасы болып табылатын дүниелер. Енді ол атап өткенде, мысалы үшін Қарағанды облысында атақты Алаша хан, Жошы хан ескерткіштері бар. Қарқаралыдағы Абайдың үйі, Құнанбайдың мешіті сияқты ескерткіштері бар. Археологиялық жағынан алсақ, атақты Беғазы ескерткіштері бар. Талды пирамидасы бар, бүкіл әлемге әйгілі. Ондай ескерткіштер көп. Олар міндетті түрде мемлекеттің қорғауын талап етеді, күтімін талап етеді, реставрация жұмыстарын, зерттеу жұмыстарын талап етеді. Сол жұмыстармен айналысып жатырмыз.